О, Брэдли, сенің қайтып келеріңді білгем десе. Ассалаумалейкум, братва. Сағындым сендерді. Яндекс күнделіктерімізді бастаймыз деп айтайын десем, бұл Яндекс күнделік емес, Ашейн күнделік болайын деп тұр. Бұдан кейін жаңа видеомызға қош келдіңіздер. Ыңғайланып отырып алыңдар, ремендерін тағып алыңдар. Қуғынбайский күнделіктерді бастаймыз. Яндекстің соңғы жаңалықтарына байланысты бізде қазір грузовой тарифі бойынша заказдар өтте аз, жағдай өтте мүшкіл болғандықтан Яндекс Про қосымшасында доставка, яғни жеткізу тарифінде қосуға мәжбүрміз. Өткендері 1-2 күнде шығып көрдім, грузовойда мүлдем заказ жоқ. Маған жазатын кісілерді енді түсіндім. Сен үшін грузовойға шығып едік, грузовой заказ жоқ қояды. Қазір реально жоқ. Сондықтан да қазір доставка тарифін қостық. Енді сағатымыз 10:30, бүгін суббота. Қазір сәл қаланың жанына жақындап, жанына кіріп кетейін, братан, мына жерде тұрам деп барып, сол жерде қосатын боламыз. Біздің балансымыз азайып кетті. 684 теңге бар. Сол ендеше, давай видеоға аванспен лайк баспаңыздар. Біз бастаймыз. Міне дегенше бірінші тапсырыс келді. Доставкамен платная подача дейді. Алысқа барамыз. 1,5 сағаттық жол. Айтпақшы, грузовой тарифінде енді уақытты есептеу несі өзгерді ғой. То есть, салға 2 сағаттан асатын, то есть 2 сағаттық тапсырыстар, бұл дальнякқа жүретін 2 сағат, солар 8.000 теңгеге көтерілді. То есть 2 сағатқа жеткізбей бітірсең де 8.000 теңге болады да. Егер 2 сағаттан ары қарата асатын болса, бағасы уже счетчикпен есептелетін болады. То есть 8.000 үстіне ары қарай тағы да қосылады. Жаңа уақытына байланысты. Ол жерде де жақсы табыс, например, 2,5 сағат жүретін болсаң, примерно тағы 2.000 теңге қосылады. Ошын нормально шыған деп тұрған, нормально. Өткенде мен сондай бір заказ орындадым. 2.000 теңге болды ғой. Как раз андай бытчыт пробка болып тұрған кезде жасадым да оны. Молодец, ол да жақсы ол да керемет. Так, братва. Алғабастағы тәтістің астынан бір поселок бар екен. Сол жерден алып кеттім. Мына үйден шықты ғой, короче. 58 минуттық жол. Не үшін алдың деген сұраққа безналичный расчет болғансын, сосын дальный поездкаға негізі доставкаде ақша көбірек береді деп ойлаймын. Сондықтан алдым. Айбеттеңіздерші, пожалуйста. Все, кеттік достар ары қарай. Так, братва, пока кетіп баратқанда бір әңгіме айтып берейін. Той туралы ғой. Есіме түсіп кетті. Короче, қызық емес екен білмеймін енді. Ол кезде 25-темін тойды кәдімгідей оңды солды жіберіп жүрген кезде ғой. Жаңағы любой тойды ала бересің да. Сон бір той түсет, нормально қып заряд берем оған. Сон кейін ол жерге жаңағындай шоу балет, жаңағы лайв бенд деген сияқтылар бәрін сатып, той қосылып жасалып жатқаннан кейін ол жерден ақшасында аямады да оларша. И бір моменті бар, қыз жігіттен сәл бір 2 жас па үлкен. Енді екеуі бір-бірін
таратқан секілді соның в общем той жасайды. Манар Палас деген ресторанда болады, Рысқұлова момышұлда. Тойдың басы енді өзі былай адамдардан тамада болғаннан кейін адамдардан байқап қоясың. Не, қалай, қандай настроймен келгенін. Тойдың басында бәрі андай бүйтіп быт-шыт болып жүрді да, короче. Бір-бірімен типа андай соғысып қалған сияқты болды. Сөйтіп жаңағы тойды бастаймыз. Әйтеуір бір бәле қылады, настроенияларын көтерем, бәрі ахаха сұққа әдем болады настроениялар. Бірінші дастархан бітеді, бәрі ой керемет деп күліп ойнап, бірінші дастархан бітеді. Соң антрактқа тұрғызбаймыз ба бәрін билеуге. Ал давай жібер, билеп жатыр бәрі. Мен далаға шығып кетсем, қайтып көрсем музыка жоқ, тып-тыныш. Қарап тұрмын былай центрда, адамдар билеп жатыр, соның ортасында қыз бен жігіт билеп жатыр. Ақ көйлекпен, әдем бұл бәрі деп қошемет ұрып оларға. Сон бір моментте жаңағы жігіттің папасы кіреді ғой, сәл мас енді. Келіммен билеймін деп жаңағындай билегенде де бір дөрекі іс-қимылдар жасайды да. Клубтағыдай, тойдағыдай емес, клубтағыдай бір іс-қимыл жасайды. Соңғы жаңағы қыз бүйтіп енді келін ғой, ұялып бүйтіп билеп тұрса, атасы қатты мас болып қалған үшін қолынан жұлқылап жіберді да, короче. Қыз енді қолын жұлып тартып алып не істеп жатыр ғой, қойыңыз деген сияқты. Ана жерде елдің бәрі қарап тұр енді. Атаң қолын жұлып алған моментте тұрады, құйрығынан бір тебеді келіннің ше. Ана жерде бүйтіп аузыма шайды енді салып жатқан емес. Дейді да, деп бәрі шыңғыр, қырғын, төбелес болып кетеді ана ненің ортасы, бидің ортасында. В общем, қыздың ағасы келіп ананың әкесін ұрады, анау баласы қыздың ағасын ұрады, в общем. Сөйтеді да той сол бірінші антракт кезінде бітіп қалады, короче. Содан кейін жаңағы фото, видео бәрін жарып болғанбыз ғой енді. Ойласа. Сонымен барам да жаңағы той ұйымдастырып жүрген жігіттен барып. Сонымен бір сезген сияқты менде анандай болады да. Мен әншейінде тойдың соңында алам ақшаны. Бірақ сол күні почему-то той бастала салып расчет тастасақ, өйткені менде адам көп қазір, солар бәрін бір-бірден кетіп баратқанда сізді мазаламай өзім ақшасын бере-берем деген сияқты жасағам да. И тойдың ақшасын алдынан алып алғам. Сонымен, в общем, бірінші антрактта той бітеді. Ана қыз келеді да, жаңағы невеста. Болды, Дархан, сізге рахмет, қайта беріңіздер дейді. Сөйтіп сағат 9-да үйге келсем, әйелім айтады, не болды дейді, өйтіп той бітті. Тойда жүрсең неше түрлі қызықтар көресің. Сол кім басында қандай оқиға бар, тоже комментке жазып отырыңыздар. Бұл тек қана Яндекс туралы емес, бұлай өмір туралы да блог болсын. Жаңағы ойбаш, жібер жүрейін. Ал бар екі жақты келеді екен, артынан мопед салып алған екен. Сөйтіп сондай бір қызықты оқиғалар бар. Тойда жүрген кезде негізі оқиға көп қой тұрсын. Қазір есіме түсіп жатса тағы да айта жатармын. Бірақ осындай енді оған қалай қарайсыздар сіздер жаңағы. Мен өзім негізі ішкен тойды бір ұната бермеймін. Кейбір тамадалар болады ғой, ішкен тойда адамдар көңілді отырады деп ше. Мен наоборот ішпей тыңдап отқан адамдар жақсы көремін. Әзіліңе күліп, ойыныңа ойнап жаңағы. Сол. Давай комментке жазыңдар, осындай бір қызық оқиғалар болды ма? Болған жоқ па? Карьерамдағы ең тез біткен той осы той болды. Мен 2015-тен бері тамадалық қызметтемін ғой. И жандарыма сендерді сағым қылып мүмкін әңгімен жіберіп отырмын. тапсырысты бердік. Шығып кеткен
4000 теңге болды. Анығырақ 3950 теңге. Тұзды бастауда жүрміз. Момышұлы Рысқұлов жақтан тұзды бастауға дейін 4000 теңге. Аз ба? Аз. Бірақ доставкаға көп. Парктың комиссиясы қымбат кеткен бе? 900 теңге алып қойған. Кеттік ары қарай. Братва, тұзды бастаудан шығып келатсам, неге Гүлдалаға тағы бір тапсырыс. Доставка кетті. Так, тапсырысты алып алдық. 2 тонн коробка фар. 124 мәрске дейді. Не дейміз ғой, короче? Баянауыл деген Гүлдалада машина сататын, машина сататын, автозапчасть сататын. Кеттік. Қорқыт қоятты болды. Что-то мен динамом заряд бермей жүргенмін. Умәдер. Кеттік тұсақ. Так, братва, тапсырысты беріп сан 2770 теңге. Кеттік әрмен қарады. Кірестеміз ғой, короче. Братвашка, 3-ші тапсырыс. Кетпай жатырмыз. КамАЗ-центр. Несінде, Крестен бері қарай шығып кел жатқан ғой. КамАЗ-центрға жер батыр. Подача 16 минут. Платный подачамен сып-смело кетіп баратсың. Жаман емес, шүкір. Экономда шеше 600 теңгеге таксовой етіп жүр ғой. Кеттік. Так, братва, келіп тұрмын. Каргоға примерно алып кететін жер екен. Күтудеміз. Так, тапсырысты алдық. 53 минут уақыт жүреткенбіз. Кеттік. Так, тапсырысты өтірдік. 4000 теңге болды. Кеттік ары қарай. Ой, сағат 2 болды де. Жаңбырменен таласып, алпарысып алысып, тағы бір заказ келді. Құрметті, қадірменді көрермендер, көгілдір экранның артында отырғандар. Неге көгілдір экран? Не помню. Тапсырыс етіп қойған жері бар ма екен? Так, Бағордадағы строй сети, соның 4-ші ходына келіші деді. Сол жерге келіп тұрмыз. Қазір саттарда салбаяқты алып кетейік. Let's go. Так, братва. Жаңағы Рысқұлова Петровадан Жетіқордасқа деймін. 2200 теңге болды. Плюсарий, Ури, заезд, наезд 300 теңге. 2,5 мың теңге бар. Қазір Жетіқордастың ішіндеміз. Кеттік ары қарай. 4 заказ жасадық. 10 мың теңге болды. Так, достар, жаңағы тапсырыс, соңғы тапсырыс доставкамен көрдік. Сағатымыз 4 болды. Бір жаққа кету керек болып тұр. Сондықтан да бүгінгі осы қып-қысқа видеоға лайк басып, комментарий жазып,
от души, бауырым, молодец, қайдасыңдар, деп айқайлайыншы мен. Сол тигр жандар, роднойлар, давайте на хабаре. Айтпақшы, мынандай бір бәле жинап үйреніп жүрмін, короче. Жайлап андай саусақтарды деген сияқты. Сол күндеріңіз сәтті өтсін. Тамақ ішіп отқан болсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Ұйықтайын деп отсаңыздар, спокойной ночи. Кейде болады ғой, видео қосып ұйықтайтын ше. Сол сондай болып отсаңдар, спокойной ночи, жігіттер. На хабаре. Давайте.